formen arriba. No one is safe because I'm not here to stay, but for now can you feel that? Siz spor deydi, kim o'ynaydi? Ularni bilasiz. Markindер. Hozir 10-chi mектep ba? 10-chi mектepten 7-chi mектep gimnaziyasi o'ynab жатыр. Biznikilar сухой матч qilib kelyapti. 10-0 deydi. G'ajab, hozir qanday shot? Hozir 5-0. 5-0 ма, 6-0 ма сондай. O'ynaga hozir gol o'tmay qoldi o'satda. Biznikilar maqta o'ynab жатыр. Biznikilar maqta o'ynab жатыр. Және де біздің поддержкаға келген оқушыларымыз көп, ана арғы шетте тұр көбісі. Бірақ та ешқандай дауыс естілмейді. Өйткені біз сухой отырып жатырмыз. Бәрі біледі да кім жеңетінін. Сол үшін айқайлап ауыз шыртудың қажеті жоқ деп ойлайды. Жеті сила, все делает красиво. Атем берейін ба? Қазір өз қапталынан шығармақшы болып жатыр. Гол осы қара гол деймін. Сухой бұтады деп ойлайсың ба өзіңді жеке? Әрине, өткен ол біз деп. Мына поля су жаңбырдан кейін ойнау ыңғайсыз болып жатыр командаларға. Сіз қолдаушы бәрібір келдіңіз бе? Саған комментатор болу үшін келдім. Егер де білмей жатсаңыздар, қазір қасымызда пікір білдіріп жатқан ол біздің мектебіміздің жаңа премьер-министрі Нұржан Мұратбаев. Ғажап. Гол болды, не деген әлсіз. Екінші состав шығып жатыр, екінші состав. Жалпы құрғанда 5 адам, ауысып. Вратар ауысты ма, что-то? Ауыспайды. Единственный дейі ба. 7-0. Үш гол қалды. 3 гол, содан кейін сухой. Қайтадан еске айтамыз, қазір финал өтуде мектеп араларындағы футбол чемпионатында. Біздің оқушылар финалда 7-0 ұқып, әзірге ұтуда. Қауіпті сәт болды. Бірақ та тосқауыл жасады. Алаңның суы кең көрініп тұр. Тайып жатыр бұл оқушылар. Жалпы ешқандай травма болған жоқ? Командалар арасында не болып жатыр? Допты-лақты жіберіп жатыр. Футбол формаларын қайда алған бұл оқушылар? Сол қызық. Айта берейін ба? Қатты шындық болып кетеді. Ол премьер-министрге тән емес дейсің? Өз мектепті жамандау деген сияқты бар. Дұрыскен. Бәрі білетім жеңіп жатық дейбі. Патриот. Мен бүкіл матчты түсіруге жоспарлағайын, бірақ та менде память 3 минутқа жетеді, қазір 20 минутта соны аяқталады өкінішке орай. Сол сөйтті памятты тазартып қайталап жалғастыратын боламыз. Қазір қарсыластан. Біздікі. Ай, красава. Гол. 8 минут уақытымыз бар, қайтадан кішкене память тазаладым. Қасымда қайтадан премьер-министр Нұржан, алдымызда төреші. Мен деймін. 8-0 счет әлі. Бізде 3-ші состав шықты уже. Міне 3 состав бар ма не? Өздері құртып отыр. Түсінімше 3 состав бар, 7-ші мектеп. Ауысып отыр. Сондай. Балалар көпті. Ойнай алатын. 5 минут. Побежал. Қызыл карточка финалда ойында. Бірінші команда. Кішкенде уақытқан кезінде қазір гол кіре салса. Қабет деген ай. Болмайды. Бірақ та қазір әзірге сухой болып жатыр. Қауіптенудің қажеті жоқ секілді мен ойшын. Қызыл карточка замена берейін деп жатыр ма? 2 минут қалды. 2 минутта бір гол соқса ол. Давай. Қана 2 адам тұста. Аба, жетін ойна. Міне мана ғана қақтығыс болды.
екі команда арасында. Молодец. Бұл өздерін құртады. Өздерін соперник болып жүр ғой. Мінекей қапталдан ұшып кетті, енді допты алып келе жатыр. Вратарың ешіп кеткен шығар біздің. Жай тұрып. Алдыңғы жылы осы ойындардың қорытындысы қандай болған, білмейсіз бе? Атып қалдық біз. Қай кезде? Оны Ержан Мұратбектен сұрасаңыздар болады. Жақсы. По-моему, Качардан атып қалдық. Түсінікті. Осы жылы қазір штрафной ма? Түсініксіз. Жоқ. Штрафной екен. Фол болған секілді. Онда бірден болып жатыр. Қазір жүгіріп кетеді, қазір тәртіп. Қазір өздерін алса допты. Алмай қалды. Міне біздікілер артқа қарай берді. Және алға, және артқа десе да. Поле ауа райы барлығын құртып жатыр. Түсінікті. Жалпы осы интервьюға қауытсат, бірақ та гол болған жоқ. Жалпы осы комментарий берген үшін сізге көп рахмет. Енді ауыстырамын. Қазір мұнда орын ауыстырдым. Оң жағымда тұрған қазір комментатор көмекшім Танжариков Ақжол, және сол жағымда қонағымыз Мұратбаев Ержан. Сәлеметсіз бе, құрметті достар. Бүгінгі болып жатқан ойын өте жақсы, және өте күшті болып жатыр. Бүгінгі біздің сізден интервью сұрап отқан жоқпын. Каз. 10 жақ белбеуден 10-шы мектеп угловойын берді. Жақсы, рахмет. Аналарға қиын шәрі. Өздері командасы ұқытылады, балалар видеосы. Мұратбаев Ержан алдыңғы жылда командада ойнаған. Жалпы алдыңғы жылға қарағанда осы ойынды қалай бағалайсыз? Өте жақсы. Алдыңғы жыл финалға шығуға не кедергі болды? Или шықтыңыздар ма сіз? Финалға шықтық. Бірақ Качардан ұтылып қалдыңыз, қателесіз? Качар ол басқа ойын болған. Қазақ мектептері арасында. Мынау қалалық. Давай, он кетті уже. Сонда біздің мектеп қаламыз бойынша ең мықты футбол командасы болып тұрған ғой? Біздің мектеп қала бойынша ең мықты футбол командасы болып тұрған ғой, сыныптар, мектептер арасында. Иә. Бере алмайды ғой. Оған қойып келдім өз. Қазір 9-шы класстағы Сармат Жансұлтан біздің досымызға берді. Жансұлтан Саша допты алды. Саша кетті. Саша! Гол емес. Мінекей біздің екінші комментатор бүкіл аттарын жатқа біледі екен. Иә, каз көрсең. Анеки 4-ші номер Саша, 11-ші номер Саша, 7-ші номер Саша, 3-ші номер Саша. Вратарь Александр. Судья Торғайдың жігіті. Мінекей Жансұлтан, Абылай удар. Чина бегжит. Ала алмайды. Вратарь алды. Вратарь Саша, жоқ Жансұлтан. Бұл жеңіс, таза жеңіс, 9-0, керемет, таза жеңіс, сухую, как говорится, міне ғажап бүкіл өзі қуаныңыз, керемет. 7-ші мектеп гимназиясы, қала бойынша ең мықты футбол командасы. Жүгір десе. Молодцы, красавчики. Еміне тұра салайын ба? Ешкім өлі атқасы. Мінекей екі команда тұрды уже ортаға. Мінекей біздің красный карточка алған досымыз. Нешінші сынып еді, Нұржан? 9-шы сыныбынан. Лескен Абсатхаров. Біздің қасымызда КВНчик. Жоқ, жамбыл, кете тұршы. Мінекей қазір екі қарсылас команда бір-бірімен қол алысуда. Саша. Максим, Саша. О, Андрей. Жоқ.
Слишком политические комментарии у которых. Ага, что, біздің допқа бұл? 9-0 Суфу. Шида, красавчик. Жалпы осы ойын туралы не айтасыз? Мен ба? Бүкіл ойындар туралы жеңіске жетер алдында. Что-то оңай болған сияқты. Не себепті деп ойлайсыз? Себеп білмеймін, күштілер шығып кетті ма? Сонда 15-4 шығып кетті ғой. Осы жылы қаладағы ең мықты командасыздар ма? Иә. Чина мырза, мен әкім болайын ба? Он гол первый забил, финальный. Красавчик, красавчик. Чина, что вы скажете? Как прошла игра? Соперники были легкие, я был жесткий. Красавчик, красавчик. Просто изи. Изи, пацан, изи. В смысле? Лучший вратарь в номинации Федотов Артем. Награждается в номинации лучший защитник Аманжолов Алишер. Второе место. Гимназия номер 10. Второе место. Молодцы. Я держала в том году.